Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай өте дәмді жұмсақ болып шығатын уч-пучмак бәлішін дайындауды көрсетемін. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне тұз және қантты саламыз. Мен бір ыдысқа тұз бен қантты алдын ала салып алдым. Оның үстіне дрожж саламыз, яғни ашытқы, және де оны жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бір жұмыртқаны саламыз, оны да жақсылап тұрып араластырамыз. Кейін еріген сары майымызды да құямыз, оны да жақсылап тұрып араластырамыз. Ең соңынан ұнды саламыз, оны алдын ала ситадан өткізіп аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, осындай жұмсақ тесті дайын болу керек. Қолға сәл ғана жабысады. Және де бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды аз ғана қолымызды сұйық маймен майлап жібереміз де 6 бөлікке бөлеміз. Құрметті көрермендер, сіздерге егер осы видео ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де каналымызға подписаться етуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте дәмді рецепттермен, мастер-класста сатып алған рецепттармен бөлісетін боламын. 6 бөлікке бөліп дайындап алғаннан кейін бір тестімізді жақсылап жұқалап жайып шығамыз. Оның үстіне етті саламыз. Мен мұнда фаршты қолдандым және оған картошка мен пияз салып жақсылап тұзды салып араластырдым. Фарштың орнына етті қолданса болады. Етті кішкентай бөліктерге турап, оның үстіне картошкасын және пиязын, тұзын, қалауыңыз бойынша дәмдеуіштерді салып, жақсылап араластырып ортасына салсаңыздар болады. Және де дәл осы видеодағыдай түйіп, оның үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және қызып тұрған пеште жақсылап пісіріп аламыз. Сонымен біздің уч-пучмак бәліштеріміз дайын. Олар өте дәмді болып шығады, жұмсақ. Ас болсын.